Барлығына сәлем. Біздің арнамызға қош келдіңіз. Бүгін біз медитация туралы және оның сіздің ақыл ойыңыз бен денеңізге тигізетін таңғажайып артықшылықтары туралы сөйлесетін боламыз. Медитацияның 10 таңғажайып артықшылықтарын айтпас бұрын, медитацияның не екеніне кішігірім тоқталып өтелік. Медитация адамның өзінің ішкі әлеміне қалтқысыз үңілуін, барлық рухани назарын жан дүниесіне бағыттауын, сананың өзіндік мазмұнға терең батуын білдіретін ұғым. Медитация кезінде сананың күйі өзгереді. Оған кәдімгі тәжірибеде кездеспейтін аян беру, көріпкелдік секілді өткеше сезімді күйлерді бастан кешіру тән. Медитацияның мақсаты нирванаға жету, яғни бұл өмірдегі құмарлық пен талпыныстан арылу. Қазіргі қоғамда медитациялар бұл өмірден толық кету үшін емес, психосоматикалық ауруларды емдеуде, ішкі рухани әлемді тазартып, қалыпты тепе-теңдікке келтіру мақсатында пайдаланылады. Сонымен сіз білу керек медитацияның 10 таңғажайып артықшылықтары. Бірінші, стресс пен мазасыздықты азайтады. Медитация денедегі кортизол деңгейін төмендететіні көрсетілген. Бұл стресс пен мазасыздықты азайтуға көмектеседі. Екінші, зейінді жақсартады. Тұрақты медитация сіздің шоғырлану және тапсырмаларға назар аудару қабілетіңізді жақсартады. Бұл жұмыста немесе мектепте өнімділіктің жоғарылауына әкеледі. Иммундық жүйені нығайтады. Зерттеулер медитация ағзадағы табиғи өлтіруші жасушалардың белсенділігін арттыру арқылы иммундық жүйені нығайта алатынын көрсетті. Шығармашылықты күшейтеді. Медитация ақыл-ойды тыныштандыруға көмектеседі. Бұл шығармашылықтың жоғарылауына және жаңа идеялардың пайда болуына әкелуі мүмкін. Ұйқыны жақсартады. Ұйықтар алдында медитация жасау ақыл-ойды тыныштандыруға және ұйқының сапасын жақсартуға көмектеседі. Өзін-өзі тануды арттырады. Үнемі медитация сіздің ойларыңыз бен эмоцияларыңыз туралы көбірек білуге көмектеседі. Бұл өзін-өзі түсінуге және шешім қабылдауға әкелуі мүмкін. Қан қысымын төмендетеді. Зерттеулер медитация қан қысымын төмендетуге және жүрек ауруының қаупін азайтуға көмектесетінін көрсетті. Эмоционалды әл-ауқатты жақсартады. Медитация депрессия мен мазасыздық белгілерін азайтуға және жалпы эмоционалды әл-ауқатты жақсартуға көмектеседі. Жанашырлықты күшейтеді. Үнемі медитация басқаларға деген жанашырлық сезімін арттыруға көмектеседі. Ауырсынуды басқаруға көмектеседі. Медитация денеде эндорфиндердің бөлінуін арттыру арқылы ауырсынуды қабылдауды азайтуға көмектеседі. Сонымен медитацияның 10 таңғажайып артықшылықтарын білуіңіз керек. Сіз тәжірибелі медитатор болсаңыз да, жаңадан бастаушы болсаңыз да, медитацияны күнделікті өміріңізге қосу сіздің ойыңыз бен денеңізге оң әсер етуі мүмкін. Видеоны соңына дейін көргеніңіз үшін рахмет. Келесі видеода кездескенше.